Бірде гүл сатушы қыз қолындағы барлық гүлдерін сатып болады. Қолында тек бір тал ғана гүл қалады. Қыз жолдың қарсы бетінде тілем тілеп отырған қайыршыға соңғы гүлді сыйлап, өз жөніне кете барады. Ару қыздың ықыласына қол жеткіземін деп үміттенбесе керек. Бүгінгі жағдай қайыршыға қатты әсер етеді. Гүлді ала салысымен қала маңындағы өзінің лашығына тартады. Қайыршы үйіне кіріп, сынық құмыра тауып, оған су құяды да, гүлді оған салып стол үстіне қояды. Ол қасына жайғасып, үн-түнсіз гүлге қарап отырады. Мұндай әдемі гүл қалайша кір-кір құмырада тұрады екен, мен оны жуып тазалап қояйын. Қайыршы әсем гүлге тағы құмарта қарап отырады. Ол ақырын үстелді қолымен сипап қарап еді. Шаң тозаңнан көрінбей қалыпты. Үстелді де жуып, айнада етіп қояды. Гүлге құмарта қараған сайын, таза үстел мен нарттай қызыл гүлге мына былыққан лашық мүлдем сай келмейтін сияқты болып көрінді. Ол бар пейілімен өзінің жылдар бойы тұрып келе жатқан үйін сыпырып, жинастырып, сүртіп, тазалап, әбігерге түсті. Үнемі үңірейіп тұратын бөлмесіне жылылық толып, жайлы өмірді сезінді. Кенет ол, бөлменің дәл ортасында тұрып, бұрыштағы сынық айнадан өзінің кейпін көрді. Шашы өскен, киімінің алба-жұлбасы шыққан. Ол бүгінгі бар тапқан таянғанын алып жуынуға кетті. Өмірінде дәл бүгінгідей рахаттанып көрмеген шығар сірә. Мына жүдеу жүзіме қарашы. Енді шашы мен сақалымды қырқып өзгеремін. Міне, жаңа адам болдым. Өзімді керемет сезінемін. Ол қабырғадағы айнаға жақындап, айнадан өзінің жаңа келбетін көрді. Мен не үшін қайыршы болып өмір сүруім керек деп сұрады өзінен. Мен келесі күннен бастап-ақ басқа жұмыс іздеуге кірістім. Жолым болып, офистен жайлы жұмысты да таптым. Күндер зулап, айлар ауып жатты. Бірнеше жылдан кейін табысқа жетіп, үлкен компания құрып, қалталылар қатарына қосылдым. Бірақ күндізде, түнде де ойымнан өмірімді өзгертуге себепті жан шыққан емес. Жаңа үй соқтып, жаңа көлік алдым. Содан бір күні жаңа көлігімен баяғы гүл сататын базарға бардым. Бар арманым, маған бір тал гүл сыйлаған ару қызды көру еді. Бірнеше жыл бұрын осында бір қыз гүл сатушы еді. Ағай, бұл жерде менмін, басқа қызды білмедім. Ол гүл базарын ары шарлап, бері шарлап іздеген қызын таппады. Әрі ол қызды танитында адам шықпады. Мүмкін тағдыр шығар, қайда жүрсе де сау аман болсын, деп ішінен күбірлеп қайтты. Достар, адам баласы өзіне тиесілі роза гүлін тапқанша, теңіздегі бағдарсыз малтыққан, дәрменсіз қайықшыға ұқсайтын сияқтанады. Бұл дүние себеп дүние, мүмкіндік келіп жатса айырылмаңыз. Иә, мынау өте әдемі. Өз гүліңді таптың ба? Иә, дәл осыны іздегенмін. Қуаныштымын.